Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі кезекті дәрісіміздің тақырыбы Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзі басқарудың конституциялық, құқықтық негіздері. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару мен өзі басқару жүйесі мемлекеттік билік құрылымының маңызды құрамдас бөлігі. Оның басты мақсаты аумақтарда мемлекеттік саясатты іске асыру, халықтың еркін білдіру және жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу. Конституцияда 85 пен 89 баптар аралығы жергілікті басқарудың негізгі қағидалары бекітілген. Дәрістің мақсаты студенттерге Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзі басқарудың конституциялық, құқықтық негіздерін, олардың құрылымы мен өкілеттіктерін, демократиялық мемлекет жүйесіндегі рөлін түсіндіру. Дәрістің міндеттері: жергілікті мемлекеттік басқарудың ұғымы мен мәнін ашу. Мәслихаттардың өкілді орган ретіндегі қызметін сипаттау. Әкімдіктердің атқарушы орган ретіндегі құзыретін талдау. Жергілікті өзі басқару институтының ерекшеліктерін көрсету. Конституциядағы жергілікті мемлекеттік басқару мен өзі басқарудың құқықтық негіздерін түсіндіру. Жергілікті деңгейдегі биліктің тиімділігін арттырудың маңызын айқындау. Дәрістің өзектілігі: Қазақстан Республикасында демократиялық қоғам құрудың басты алғышарттарының бірі билікті орталықсыздандыру, халықтың жергілікті деңгейде шешім қабылдауға қатысуын қамтамасыз ету. Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзі басқару жүйесі халықтың мүдделерін қорғап, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді тиімді шешуге бағытталған. Сондықтан, оның конституциялық, құқықтық негіздерін зерделеу қазіргі мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру үшін аса маңызды. Дәріс жоспары. Бірінші сұрақ. Жергілікті мемлекеттік басқарудың конституциялық негіздері. Мәслихаттар мен әкімдіктердің орны, олардың өкілеттіктері. Екінші сұрақ. Жергілікті өзі басқару институты. Ұғымы, құқықтық негіздері, халықтың қатысу тетіктері. Үшінші сұрақ. Жергілікті басқарудың тиімділігі және оның демократиялық мемлекеттегі рөлі. Билікті орталықсыздандыру, жергілікті органдардың өзара әрекеттесуі және маңызы. Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару Конституцияның 85-ші бабына сәйкес ұйымдастырылады. Жергілікті мемлекеттік басқару бұл жергілікті жерлерде мемлекеттік саясатты іске асыруға, халықтың күнделікті өміріне қатысты мәселелерді шешуге бағытталған басқару нысаны. Ол орталық мемлекеттік билік органдары қабылдаған шешімдерді орындауды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ аймақтық ерекшеліктерді ескеріп, халықтың әлеуметтік, экономикалық қажеттіліктерін жүзеге асырады. Жергілікті мемлекеттік басқарудың негізгі институттары мәслихаттар мен әкімдіктер. Мәслихаттар жергілікті өкілді органдар болып табылады. Олар тиісті әкімшілік, аумақтық бірліктегі халықтың еркін білдіреді және оны жүзеге асырады. Мәслихаттар жергілікті бюджеттерді бекітеді, олардың орындалуын бақылайды, жергілікті даму жоспарларын қабылдайды, сондай-ақ әкімдердің есептерін тыңдайды. Мәслихат депутаттары жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде сайланады. Әкімдіктер жергілікті атқарушы органдар. Әкімді басшы ретінде президент немесе жоғары тұрған әкім тағайындайды. Әкімдіктер жергілікті аймақта мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырады, әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз етеді, қоғамдық тәртіп пен халықтың тұрмыс жағдайын қадағалайды. Конституцияға сәйкес, әкімдер өз қызметінде жоғары тұрған мемлекеттік органдарға, сондай-ақ халық алдында жауапты. Бұл жағдай жергілікті мемлекеттік басқарудың екі жақты сипатын: бір жағынан орталық билікке бағыныштылығын, екінші жағынан жергілікті қоғамдастық алдындағы жауапкершілігін көрсетеді. Жалпы, жергілікті мемлекеттік басқару мемлекеттің басқару жүйесінің ажырамас бөлігі. Ол биліктің орталықтандыру мен орталықсыздандыру арасындағы тепе-теңдікті сақтауға, халықтың өз аймағындағы мәселелерді шешуге қатысуына жағдай жасайды. Жергілікті өкілді органдарға мәслихаттар жатады. Мәслихат тиісті әкімшілік, аумақтық бірліктегі халықтың еркін білдіретін және жергілікті деңгейде шешім қабылдайтын өкілді орган. Мәслихаттардың деңгейлері мынандай болып бөлінеді: облыстық, аудандық, қалалық облыстық маңызы бар қалаларда.
Мәслихаттардың өкілеттігіне мыналар жатады: аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларды, жергілікті бюджетті бекіту, әкімдердің есептерін тыңдау, жергілікті басқару органдарының қызметін бақылау, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау шараларын қабылдау. Мәслихаттың сайлану тәртібі төмендегідей: біріншіден, мәслихат депутаттарын тиісті аумақ халқы жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы 5 жылға сайлайды. Екіншіден, депутат болып Қазақстан Республикасының 20 жасқа толған азаматы сайлана алады. Үшіншіден, бір азамат тек бір мәслихаттың ғана депутаты бола алады. Мәслихаттың депутаттарының саны: облыстық мәслихат 50-ге дейін, қалалық мәслихат 30-ға дейін, аудандық мәслихат 25-ке дейін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесінде жергілікті атқарушы органдардың орны ерекше. Олар халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне тікелей әсер ететін шешімдерді қабылдап, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етеді. Жергілікті атқарушы органның негізгі нысаны әкімдік болып табылады. Әкімдік облыс, республикалық маңызы бар қала, астана және аудан деңгейінде құрылатын атқарушы орган. Әкімдіктердің басты міндеті орталық мемлекеттік органдардың саясатын жергілікті жерде іске асыру, аймақтың дамуына қажетті мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру және халықтың әлеуметтік мұқтаждықтарын қамтамасыз ету. Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалар мен астананың әкімдерін президент мәслихаттың келісімімен тағайындайды. Төменгі деңгейдегі әкімдерді президент белгілеген тәртіппен тағайындайды немесе сайлайды. Әкімдіктер жергілікті бюджетті әзірлейді және оның орындалуын ұйымдастырады, аумақтық даму жоспарларын бекітеді. Мемлекеттік бағдарламалардың орындалуына бақылау жасайды. Жергілікті әлеуметтік, экономикалық және мәдени мәселелерді шешеді. Халықпен тығыз байланыста жұмыс істейді. Әкімдіктердің актілері қаулылар, әкімдердің актілері өкімдер түрінде қабылданады. Әкімдіктердің құрылымы аймақтық ерекшеліктерге байланысты, бірақ жалпы алғанда әкімнің орынбасарлары, әкімдік аппараты, бөлімдер мен басқармалар білім, денсаулық, экономика, ауыл шаруашылығы, мәдениет және кіреді. Әкімдер өз қызметінде президентке тікелей есеп береді. Тиісті деңгейдегі мәслихат алдында да жауапкершілік арқалайды. Егер мәслихат депутаттарының көпшілігі әкімге сенімсіздік білдірсе, президент әкімді қызметінен босата алады. Жергілікті атқарушы органдар мемлекеттің аймақтық деңгейдегі тірегі. Әкімдіктердің тиімді қызметі халықтың әл-ауқатына, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына тікелей әсер етеді. Әкімдердің тағайындалу және сайлану жүйесі демократиялық процестерді кеңейтіп, мемлекеттік басқарудың ашықтығы мен халық алдындағы есептілігін арттыруға бағытталған. Жергілікті өзі басқару азаматтардың өздері тұратын әкімшілік, аумақтық бірліктерде жергілікті маңызы бар мәселелерді дербес шешу құқығын қамтамасыз ететін демократиялық институт. Ол халықтың мемлекетті басқаруға тікелей қатысу нысандарының бірі болып табылады және Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген. Оның негізгі құқықтық негіздері Қазақстан Республикасының Конституциясының 89 бабында көзделген. Яғни, жергілікті өзі басқару жергілікті маңызы бар мәселелерді тұрғын халықтың өзі дербес шешуін қамтамасыз етеді деп көрсетілген. Сондай-ақ, ол мемлекеттік басқару жүйесінен бөлек, бірақ онымен өзара тығыз байланыста қызмет атқарады. Жергілікті өзі басқарудың мәні мыналар: халықтың тікелей қатысуын кеңейту, азаматтардың саяси, құқықтық белсенділігін арттыру, мемлекеттің жауапкершілігін бөлісе отырып, жергілікті деңгейдегі мәселелерді тиімді шешу, қоғамдық келісім мен демократиялық дәстүрлерді нығайту. Жергілікті өзі басқару институты азаматтарға мемлекеттік биліктен тыс дербес шешім қабылдау мүмкіндігін береді. Бұл өз кезегінде халықтың әлеуметтік, экономикалық және мәдени дамуына жағдай жасап, демократиялық қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Жергілікті өзі басқару халық билігінің маңызды тетігі. Ол азаматтардың белсенділігін арттырып, демократия мен құқықтық мемлекеттің нығаюына ықпал етеді. Жергілікті өзі басқарудың нысандары мыналар: тікелей демократия нысандары, жергілікті референдум, жиналыстар, қоғамдық тыңдаулар,
өкілді органдар арқылы басқару, жергілікті қауымдастық жиналыстары, ауылдық округтер мен қалалық деңгейдегі мәслихаттар. Жергілікті басқарудың тиімділігі және оның демократиялық мемлекеттегі рөлі. Жергілікті басқару мемлекеттің демократиялық дамуындағы негізгі институттардың бірі. Ол халықтың күнделікті өміріне тікелей әсер етіп, азаматтардың қажеттіліктерін жедел әрі тиімді шешуге бағытталған. Жергілікті басқару тиімді жұмыс істеген жағдайда ғана демократиялық мемлекеттегі билік жүйесі толыққанды әрі орнықты болады. Жергілікті басқарудың тиімділігінің негізгі өлшемдеріне мыналар жатады. Халыққа жақындығы. Жергілікті басқару халықтың сұраныстарын, тұрмыс тіршілігін жақсы біледі. Сондықтан проблемаларды дер кезінде анықтап, шешім қабылдай алады. Жауапкершілік пен есептілік. Әкімдер мен мәслихат депутаттары халық алдындағы міндетін орындап, өз қызметі үшін жауап береді. Қаржылық дербестік. Жергілікті басқару тиімді болуы үшін бюджеттік мүмкіндіктер мен салықтық түсімдерді басқаруда дербестік қажет. Кәсібилік және ұйымдастыру қабілеті. Жергілікті атқарушы органдардың кадрлық әлеуеті басқарудың сапасына тікелей ықпал етеді. Жергілікті басқарудың демократиялық мемлекеттегі рөлі мынандай: азаматтық қоғамды дамыту. Жергілікті басқару халықтың шешім қабылдау процесіне қатысуына мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде азаматтық белсенділікті арттырады. Биліктің халыққа жақындауы. Жергілікті деңгейде басқару азаматтардың сенімін арттырып, мемлекеттік саясаттың тиімділігін күшейтеді. Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету. Жергілікті мәселелерді дер кезінде шешу қоғамдағы әлеуметтік шиеленістерді азайтады. Демократиялық бақылау тетіктерін іске асыру, мәслихаттар, қоғамдық кеңестер және жергілікті қауымдастықтар арқылы халық билікке ықпал етеді. Қазақстан Республикасында жергілікті өзі басқару мен әкімдіктердің қызметі халықтың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Соңғы жылдары ауыл әкімдерін тікелей сайлау тәжірибесі енгізіліп, демократиялық институттардың дамуына жол ашылды. Бұл жергілікті басқарудың тиімділігін арттырумен қатар, халықтың саяси белсенділігін көтереді. Қорытындылай келе, жергілікті басқарудың тиімділігі демократиялық мемлекеттің негізі. Ол тек биліктің төменгі буыны ғана емес, азаматтардың мүдделерін қорғап, олардың тұрмысын жақсартатын маңызды әлеуметтік саяси институт болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Астана. Соңғы 2022 жылғы өзгерістермен Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының заңы. 2001 жыл. 23 қаңтар. Сапарғалиев Б. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Алматы. 7 жарғы. 2013 жыл. Иманбердиев С. Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы. Шымкент. 2018 жыл. Құрметті білім алушылар, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біздің кезекті дәріс сабағымыз аяқталды. Егер дәріс мазмұны бойынша сұрақтарыңыз болатын болса, беймарал қойыңыздар. Сіздің сұрағыңыз